Өзінің тарихын білмейді, сахабалардың ата-анасына шейін біледі. Өзінің мәдениетіне мақтанбайды, арабтардың көт жуғанын тарих қылып айтады. Қазақты қалай Тәңір құты желейді? Қазақты қалай Тәңір жарылқайды? Егер қазақ өзінің Тәңірісіне басқа тілде сыйынса, өзінің адасынан жиіркенсе, өзінің ана тілінде амандасуға жиренсе, өзінің бабаларынан медет сұрамаса, Тәңір қалай жарылқайды сіздерді? Біз Тәңір құты жарылқаған елміз. Тәңір жерге орнатқан елміз. Сол қадір қасиетімізден айырылып қалдық. Сол жолдан айырылып қалдық. Егер сол жолға қазақ қайтсын десе, әр қазақ шаман келсе, үйде жеті нан пісірсең қазақша батарына. Қазақша ата-бабаларыңа мадақ айт. Қазақша ата-бабаларыңа медет тіле. Қазақ болам десең. Өз тіліңді амандасуға арналып, орысша, смит тілінде амандассаң, сен қайтып өзіңнің жеріңе боласың. Өз ата-бабаңнан, өзіңнің ана тіліңнен жиреніп, басқа тілде ата-бабаңмен тілдессең, мына тірісінде ол арабша білмейтін, өлгеннен кейін арабша біліп кетеді дейсің ба? Ондай халық еш уақытта есі бір көндемейді. Өзінің тарихынан, өзінің мәдениетінен бас тартқан халық еш уақытта есі бір көндемейді. Оны көріп отырсыздар, әлемдегі 47 ма 57 ислам мемлекетін. Бәрі коррупциямен іріп-шіріген. Азғындықтың нәжістікке, азғындыққа әбден батып кеткен әлемдегі ислам елдер. Өйткені тарихынан бас тартып отыр бәрі. Сондықтан бауырым, сен шалбар киген Арисақтың ұрпағысың. Сенің бабаң еш уақытта көйлек кимеген. Сенің артықшылығың сол бүкіл адамзатта. Бүкіл адамзатқа шалбар киюді үйреткенсің. Бүкіл адамзатқа қол жуып, дәрет алуды үйреткенсің. Өйткені жеріңде сенің темір болған, темірден құмған жасаған. Алтыннан шырағадан жағатын табақша жасаған. Қымыз ішетін күмістен тостақ жасаған. Жерінде су ішуге ыдыс жасайды. Не темірі жоқ, не алтыны жоқ, не жезі жоқ, не ағашы жоқ. Халықтар бізге кеп әңгіме айтпасын. Сенің бабаң асыл текті халық. Сен де соның ұрпағысың. Сенің де қаныңда, сол жанында жатыр генетикаңда. Кешеде түрмеге отырып келген педофилмен қыз зорлаған, жемқор саған ақыл айтпасын намаз оқып. Оқысын, өзің азғындық үшін оқысын.